3 айдан кейін. Тұрайын. Тұр жаным. Ал, жұмысқа. Ұйқы тұрам. Бар жуынып алыңыз. Содан кейін мен сізге келем дегенше астайын деп қояйын. Қызыңыздың шашы әдемі болып өсіп жатыр, қарашы. Енді біздің өзіміз ғой. Бірақ шашы маған да саған да ұқсамайды. Кімге ұқсайды екен? Екеуміздің шашымыз араласқан сияқты бір. Менің шамалы қара шаштарыма кішкене, сенің шаштарың кішкене араласып жүрген сияқты. Ұқсайды ғой. Бірақ шынымен ойламаппын. Мен жуынып келейін. Мен астайын деп қоямын. Ең бірінші мен кофе құяйын. Әлия, жаным кел. Кел келгесін. Өз қалдың ғой сен, зана. Жүр. Так, мен жуынып алайын. Так, қытымнан алайын. Отыр. Болды. Мынаны алайын. Болды. Қоя салайын, мен жуып алайын. Бір душқа түсіп алмасам. Рахаттанып алдым. Мен кеттім онда. Қайырлы таң, Әлия, әкел. Тамақ үшін ішіп жатыр. Жақсы, оны мен кейін келейін. Мен дайынмын. Келін ішіп алыңыз. Неге өзіне жасамағансың? Сіз бірінші тойып алыңыз, өйткені қазір сіз жұмыс істегенде әлсіз болып қаласыз. Рахмет. Болдым мен. Аха, сен ішпейсің ба? Қазір мен тамағын беріп алайын Әлияның. Болды. Жүр Әлия, кеттік. Кейінейін мен. Жаным, ал ұстай тұрасыз ба Әлияны? Мен барып киініп келейін. Жақсы, әкел. Жаным Әлиям. Мені сүтті жылағанда беріңіз. Аха. Так, мен киімімді ауыстырып алайын. Так, мынау маған қатты жарасады. Бірақ өкінішке орай бұл біздікі емес, хозяиндардікі. Ладно. Міне мына киімді киіп алайын бүгін. Болды. Әкеліңіз. Жаным, ал мен бүгін үй іздеуге барам. Менше. Сен де жүр менімен бірге үй қарайық. Жақсы. Ал Әлияны не істейміз? Әлияны бізбен бірге етеміз. Сіздің жұмысы не болады? Мен жұмысымда мүлдем кешікпей келемін. Және осақта бір жұмысшы бар. Всегда кешіп келеді. Сол жұмыстан кешіп келгеніне орай бастық сен күнде соның артынан жұмыс істейсің дегенге сен демал деген. Бүгін түсте қайтып кетем. Жақсы болды ғой. Жақсы болды. Әкеліңіз онда. Мен бір қарап жұмыс істейін, ал сіз барып келіңіз. Мен кеттім. Ура, бүгін өзіміздің жеке үйімізді аламыз. Айтпақшы, егелер, шай өтті, неге әлі келмей жатыр? Жарайды. Әзірше келмей қойсыншы. Кел, қызым. Екеуміз онда мына жерге барайық. Так, жер күшті, жаным. Сен ба, тоймадың ба? Жаным. 1 сағаттан кейін. Ой, ұйқы кепті барып, ұйықтатайын мен. Кел. Жатқызайын сені. Үстіңді мына жерге қоя салайын. Мен барып астын мына жерді тазалайын. Так, бағана ішпеппін ғой мен. Келесімен онда көшетін болса заттар дайындау керек. Так, мына біздің сөмке қайда?
Мына жолдасымның кітабы әлі тұр ғой, оқылмай. Жарайды, мына киімдерді салайын, ертерек дайындап қоя берейін. Болды, енді біз мынау, бүгін тез көшіп кетсек қой. Жарайды, бұны дайындап қойдық. Бұны енді мен шкафтың ішіне салайын. Енді мына тазалайын. Тазалап болдым. Шамалы ұйқым келіп тұр, ерте тұрғандықтан. Сағат әлі неше болды? Әлі сағат 9 екен. Шамалы ұйықтап алайын, ең болмаса 1 сағат. 1 сағаттан кейін. Тұрайын. Марал ұйықтап жатыр. Мен сағат неше болды? 10 болыпты. Енді онда не істесем болады? Тез келмей жатыр, келсе екен. Онда мен барып кітап оқиын, жақсы кітап оқыған дұрыс деп ойлаймын. Жаным, не істеп жатсың? Келдіңіз ба? Я келдім. Анау ақша не? Бұл ақша общий бір айдікі, және оған тағы 20 мың қосып берді. 20 мың қосып берді ме? Біз бірақ 200 мыңға ала аламыз ба? 200 мың ба? 100 мыңнан. Жақсы, 200 мыңға ала аламыз. Ала алатын шығармыз. Енді бір өзіңізге керектек әжетхана, туалет, және жатын бөлме ғана. Болды, сондай алайық. Сен не отырсың? Мен әлемдегі ең керемет мамандықпен және оның табыстары туралы оқып отырмын. Ол бізге арналған екен. Мен де сондай ойлап едім. Әлия қайда? Әлия ұйықтап жатыр. Бағана ғана тұрып еді ғой. Екеуміз ұйықтап қалғанбыз. Үй тазалап қойдың ба? Тазалап қойдым. Көрініп тұр ма? Барлығы көрініп тұр. Енді бүгін заттар дайындадың ба? Дайындап қойдым. Бәрін алдын ала ойлап жүресің, бүгін көжекші дегенім ғой. Қойып қояйын. Жүр онда мен киімді ауыстырып алайын. Және барайық. Қайда? Дайындап қойыпсың ғой барлығын. Алсаңыз болады. Так, мынау Алиянікі, мынау сіздікі, жоқ, мынау менікі, мынау сіздікі ма? Білмеймін бұл. Жоқ, бұл сенікі ғой. Ұқсайды екен. Мен ән киіп алайын. Мынау сіздікі, мынау сіздікі. Қайсын келсін, ән кие салайын. Болды. Жоқ қояйық, енді Әлияны ал. Айтпақшы, мынаны салайықшы. Жарайды. Қас ұстайсыз ба? Өзімізден шапканы киіп ала салайыншы, шамалы. Үйреніп қалыппын. Жақсы, онда мен Әлияны алайын. Әлия жаным тұра ғой. Енді бутылкасын алайын. Бір шынаяқ кофе ішіп кетейік, себебі қазір іздейміз деп не істеп кетеміз. Неге ерте жиналдық? Жинала берейік, бәрібір. Не үшін дейсіз ғой? Неге? Яғни сен қазір жиналмай барсан, біз все равно таппаймыз. Ал бізді қазір ойлаңыз, сіз үй іздеп жүргенде үйге қайтып бармайтын, яғни егер келді деп ойлаңыз, сол кезде біз все равно үй табамыз. Оны қайдан біліп алдың? Бағана мен кітап оқыдым ғой. Сен бағана мамандық туралы оқыдым дедің ғой. Енді соның ішінде сандалар да болды. Жақсы екен онда. Кілт алайық. Қызым, мынаны ұстай тұр. Мен мынау кілт емесе, бұл гаражка, міне, осы кілт. Онда егелерін тапсырайық. Күтеді шамал, келсін әже отыра тұрақ онда. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсымыз. Жақсы демалып қойдыңыздар ма? Жинап алыпсыздар ғой. Бүгін енді сіздер шай болғаннан кейін кетейін деп жатқам. Сендерге ыңғайсыздық тудырған жоқпыз ба?
үй таптыңдар ма? Ая, сол іздеуге кетіп бардық. Неге заттарын қалдырып кете салмайсыңдар ма? Балаларың бар екен, неше? 3 айлық қой әлі. Біздікімен қатар екен. Сіздікі де ме? Иә. Саламатсың ба? Біздің үйіміз болғандықтан біз сізге ыңғайсыз отырдық. Үйді тазалап бәрін жинап кеттік. Барлық өз орнында. Тамақтарды қалай тастап солай тұр. Тамақ жемедіңдер ме не? Жоқ, өзім сатып алып жедік. Иә, жақсы, жібермедіңдер ме? Иә, бәрін тазалап қойып қойдық. Шкафымызды сүртіп қойды келіншегім. Рахмет саған. Жүр қызым, сен бар өзің комнатаңа. Аха. Күйеуіңіз қайда? Күйеуіңіз бар еді ғой, қақта? Күйеуім бар. Ол жұмыстармен кетіп қалды. Неге бірден келмей жатып? Ой, сондай ғой, мазалады. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Міне. Иә, ол сені жақсы сияқты, иә? Иә, келіп көріңіздер. Иә. Бақшасы бірге қала ма? Иә, бақшасы бәрі қалады. Бұл жерде өздеріңіз егесіздер, бірақ енді егесіздер burası. Және содан мол ойнамай аласыздар. Және мол енді өздеріңіз білесіздер. Иә, бұл бақшасымен бірге сатып сөйтіп жатырсыздар. Себебі біз басқа қалаға кетіп жатырмыз, және бұл кішкентай бөлме болған. Дұрыс кетіп жатырмын. Бұл кішкентай бөлме тек бір адамға арналған болғандықтан енді ешкім алмайды. Сіздерді сияқтыр ма? Ой, біз деген қаншама үйде тұрып көргенбіз. Иә, көрейік онда. Ал бақшасымен, сондықтан бақшасымен сатасыздар ма? Иә. Күшті не? Иә, бір кірсек ішіне жылулық сезінеді екенсің. Енді Айбекпен мен енді әйелім болмағандықтан кухняға кішкентай мына жерде. Жақсы болады. Тамақтар бар, еще мына жерде төбесінде тұр. Сол тамақты тастап кетеміз. Неге? Енді бәрібір керек емес қой, басқаға еш батқаннан кейін басқасын аламыз. Жақсы, жақта бір жарақтағы жер бар екен. Уайымдама жаным, мен күндізгі жұмыс емес, түнгі жұмыс істеп жатырмын. Неге? Себебі сендердің қасында күндіз болғым келеді. Түнде ұйықтамайсыз ба сонда? Жоқ, мен күндіз ұйықтаймын. Солай екен ғой, иә? Иә, ондай болса, міне сіздерге жақсы, өйткені себебі айтқанда жұбайыңыз ұйықтайды, ал түнде сіз ұйықтайсыз, сөйтіп бөліп ұйықтайсыздар. Жақсы, әшхана ана жақта, енді өздеріңіз білесіздер, әшхана ол кішкентай. Иә, сосын айтпақшы, бұл жерде бізде ванна жоқ. Андай банясындарға біраздар жақсы керек емес. Иә. Онда сізге көрсетемін теңге. Бұл неше теңге? 150 теңгені қайтарып берейін. Мына жақта бізде 10 мың, жоқ. Мына жақта бізде 20 мың, потом 3-10 теңге бар. 30 мың, 20 мың, 50 мың теңге. Аха, иә. Неге арзан? Негізде 300 мыңға сатып жатырмын. Миллиондап сатып ма? Маған ақша керек емес қатты. Адам бақытты болса болды. Осы негізі бұның бағасы мен негізі 500 мың сондай қойғам. Просто ешкім алмады, 2 айдан бұрын ана үйім. Просто басқа қаладағы үй просто тұрғандықтан осылай заңға сатып жүрді. Ровно кетіппіз ғой. Иә, сау болыңыздар. Игіліктеріңізді растаңыздар. Иә, жақсы. Айтпақшы, кілт, 3 кілт. Неге 3 кілт? Ол үшеуде бірдей бар. Ой, жақсы болды. Иә, табыла кетті ғой. Иә, жаным кен. Иә, шаша кетін, бірақ бияқтың шкафы жоқ екен. Шамалы кемшіктер бар. Зато біз анақтан 20 теңгеге бір тұқым алсақ, соның арқасында қаншама килограмм жеміс, көкөніс көреміз. Иә, бірақ ол да жақсы. Әкеңдер не істейміз? Ой, бір жүйе қоясыз, санын бір түнде бала береміз ғой. Сонда мен жүйе қойып қоя салайын.
Иә. Үстіне қойып қояйын, жаным. Кілтті мына жерге қойып қояйын. Ақшаны мына қойып қояйын. Болды, иә. Көп зат тастап кеткен, иә? Бастан шешіп қойыңызшы. Жақсы, онда жатайық, шамалы шаршап кеттім. Иә, бір 12 изадық, иә. Ту, қараңғы кетті, қызым қорқады. Қорқпа. Свет жағайықшы бір. Иә, жағайық та. Болды. Қат жауық бермейді. Нормально. Ашып қойыңызшы. Болмаса шыққын жақ келсін. Иә. Кеттік. Ұйықтайын. Сіз бүгін демалмадыңыз ғой? Жоқ, бүгін жұмысқа шығайын. Иә, сау болыңыз. Дұрыстап жатып, киініп, дұрыстап жатыңдар, ұйықтаңдар, дұрыстап сеніңдер ма? Иә.